Сәлем достар, бүгін сіздермен қытырлақ хворс дайындайтын боламыз. Тез әрі оңай дайындалатын хворс. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін сіздерге видеоны соңына дейін көріңіздер деп кеңес беремін. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Алдымен жұмыртқалы массамызға дәміне қарай тұз және қант салып араластырамыз. Ешқандай су қоспаймыз. Міндетті түрде жұмыртқаны көп жытып шайқаудың қажеті жоқ, шамалы араласса болды. Келесі бізде ұнымызды елекке өткізіп, осылай қамыр жасайтын боламыз. Достар, хворстың қамырына кететін бүкіл құрамды видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды қолмен жақсылап илеп аламыз. Біздің қамырымыз орташа жұмсақтықта болу керек. Егер ұн жеткіліксіз болса, аздап ұн қосуға болады. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Шамамен 30 минуттай қойып қоямыз. Қамырдың иі қану керек. Енді осы қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Хворстың қамыры дәл осындай жұқа болғаны дұрыс. Егер қалың болса, біздің хворсымыз қытырлақ болмай қалуы мүмкін. Енді осы қамырымызды ұзын жолақша етіп, ені 4-5 см шығатындай қылып, ұзындығы 25-30 см шығатындай қылып кесіп аламыз. Ендігі кезекте бізде осындай сушиға арналған таяқша болса тіптім жақсы. Қамырымызды осылай дөңгелетіп алып, орап қызған майға пісіріп алатын боламыз. Егер бұндай таяқша болмаса, бамбук шпажкасын пайдалансаңыздар болады. Хворсымызды осылай орап алдық. Енді қызып тұрған майға тез-тез айналдыра отырып, роза гүл тәріздес етіп пісіреміз. Бастапқы кезде дұрыс шықпауы мүмкін, бірақ бертін келе қолымыз үйренгесін жақсы шығады. Мен осылай хворсымызды қызыл қылып пісіріп алғанды ұнатамын. Сіздер тіптім ашықтау қылсаңыздар да ол піскен есеп болады. Өйткені біздің хворсымыз өте жұқа. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетемін. Осылай тез-тез айналдыру арқылы пісіріп шығамыз. Келесі бетін аударып, екінші жағында пісіріп аламыз. Міне біздің хворсымыз дайын. Шаймен ішсеңіздер болады. Мен осы хворстың екі түрде пісірдім. Екінші кішкене төртбұрышты қылып, осылай жеуге ыңғайлы етіп, тарелкаға салуға ыңғайлы етіп осылай пісірдім. Үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Ал хворсымыздың қалған бөлігіне осындай шоколадты соус құю арқылы жесеңіздер болады. Егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецепт маған қатты ұнайды.